Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ кеңес әдебиеті мен өнерінің қалыптасуы. Кеңес өкіметі кезеңдерінде Қазақстанның көркем мәдениеті бірнеше рет көтерілістер мен құлдыраулардан бастан кешті. Егер Қазан төңкерісі кезінде қазақ халқының әдебиеті және музыкалық мәдениеті өте бай тарихына ие болса, онда бейнелеу, театр және кино өнері мүлдем жоқ еді. Зиялы қауымдастығының көркем шығармашылығы қазақ қоғамының таптық және идеялық саяси стратификациясын нақты көрсетті. Жалпыға бірдей қарағанда таптық қағидаларын басымдылығын растады. Кейінгі жылдары қазақ әдебиетінің мәдениеті мұрада ерекше орын алады. Ол көпұлттық кеңес әдебиетінің бір бөлігі ретінде қалыптасты. Олар Сәкен Сейфуллин, Ахмет Байтұрсынов, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов және тағы басқалары. Қазан төңкерісінің бостандық әншілері Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев болды. Сәкен Сейфуллиннің Қазақстан халқының марсализасы революциялық өлеңі қазақ жастары арасында үлкен танымалдылыққа ие болды. Сәкен Сейфуллиннің 1927 жылы Тар жол тайғақ кешу романы жарыққа шығады. Яғни сол романында 1916 жылы ұлт азаттық қозғалыс кезіндегі қазақ халқының жағдайын, азамат соғысы кезіндегі ақпан-қазан төңкерісін суреттейді. 1918 жылғы Мағжан Жұмабаевтың «Бостандық» поэмасында барлық аштық пен күйзеліске жол ашқан пролетарлық революция туралы жырлайды. Ал Қызыл ту өлеңінде Азия революцияның ұлт азаттық қозғалысын идеялар мен сабақтастығын көрсетеді. 20 жылдары қазақ совет поэзиясы ішінде Сәкен Сейфуллиннің «Советстан», «Көкшетау» шығармалары мен өлеңдері толтырылады. Сәбит Мұқановтың «Сұлу шаш», Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер», Иса Байзақовтың «Құралай сұлу». Қазақ совет прозасында Бейімбет Майлиннің «Азамат Азаматыч» көркем туындылармен байытылады. Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа», Сәбит Мұқановтың «Жұмбақ жалау», Мұхтар Әуезовтің «Қараш-қараш оқиғасы», Саттар Ерубаевтың «Менің құрдастарым», Ғабиден Мұстафиннің «Өмір мен өлімі». Қазақ ақындарының поэзиясы жарық шығармаларымен байытылады. Революция туралы қызықты әндер мен өлеңдер кеңестік отан, бостандық, гуманизм, махаббатты тудырған қазақтың көрнекті ақындары Нұрпейіс Байғанин, Шашубай Қошқарбаев, Иса Байзақов және Жамбыл Жабаев болған. Егер 1930 жылдарда сталиндік қуғын-сүргін болмаса, қазақ әдебиетінің даму процесі толығырақ болар еді. Міржақып Дулатов басқаруыменен жер асты ұйымына қатысқан үшін Жүсіпбек Аймауытов, Ахмет Байтұрсынов, өзі де Міржақып Дулатов атылып кетеді. 1930 жылы 4 сәуірде Қазақ автономикалық кеңестік социалистік республикасы ОГПУ коллегиясы қазақ кеңес әдебиетінің негізгі қорғаушысының бірі Жүсіпбек Аймауытов өлім жазасына кесілді. 1930 жылы сәуірде Міржақып Дулатов ОГПУ коллегиясының шешімімен қылмыстық кодексінің 58 бабы бойынша 10 жылға бас бостандығынан айырылып, 1935 жылы 5 қазанда Словакия лагерінде қайтыс болды. Ахмет Байтұрсынов Архангельск облысында жер аударылды. 1934 жылы Қызыл Крест комиссиясында жұмыс істеген Пешкованың өтініші бойынша Ахмет Байтұрсынов босатылады. Бірақ 1937 жылы 8 қазанда тағы да жалған айыппен тағылып атылып кетеді. 1926 жылы қаңтарда Еңіл Кебек қойылымы Қызылорда қаласында тұңғыш республикалық ұлттық қазақ театрында өтеді. Оны дарынды драматург, режиссер және актер Жұмат Шамин басқарады.
Алғашқы театр тобының суретшілері Елубай Өмірзақов, Сералы Қожамқұлов, Қапан Бадыров, Қалыбек Қуанышбаев, Әміре Қаушабаев, Исабай Зақовтар болды. 1937 жылы театр Қазақ Академиясының драма театры деп аталды. 1933 жылы Алматыда халық тарихында алғашқы ұйғыр музыкалық драма театры ұйымдастырылды. Оның репертуарында Асимов пен Садыровтың Анархан пьесасы қатты орын алды. 1937 жылы Қызылорда Корей театры ашылды. Дон Иманның Чуб-Хиндон музыкалық драмасы ең сәтті болды. 1934 жылы қаңтарда Қазақ мемлекеттік музыкалық театры ашылды. Қазіргі таңда Абай атындағы Қазақ академиялық өнері және балет театры. Театрдың премьерасы Айман Шолпан операсы. Тек 1 маусымда спектакль 100-ден астам роль көрсетілді. Тұңғыш қазақ операсы Брусиловскийдің Қыз жібегі болды. Әміре Қашабаевтың өзінің қуатты таланттарыменен Еуропаның көрнекті көрермендерін бағындырды. 1925 жылы Франциядағы Париждегі сәндік өнердің бүкіләлемдік көрмесі және 1927 жылы Германиядағы Франкфурт на Майндағы әлемдік музыкалық көрмесі болды. 1938 жылы мамырда Мәскеуде алғашқы қазақ өнерінің декадасы өтті. Онда Қыз жібек және Жалбыр опералары көрсетілді. КСРО халық әртісі атанған Күләш Байсейітоваға берілді. 1934 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік оркестрі құрылды. 1936 жылы Жамбыл атындағы филармония ашылды. Қазақтың кәсіби кескіндеме орталығы Худовтың шеберханасы болды. Оның шәкірттері бір алғашқы қазақ суретшісі, кейіннен Қазақстан халқының суретшісі Әбілхан Қастеев болған. 1930 жылдары Қазақстан кино өнері дүниеге келді. Оның бастауы Восток кино түсірілімі Алматы қаласының филиалы болды. Ол бір қатар деректі фильмдер Жайлау туралы, Түрксіб және Дала әндері, Жұт, Қаратау сыры атты үнсіз көркем фильмдер шығарды. 1934 жылы Қазақстанның тұңғыш көркем фильм студиясы ашылды, ал 1938 жылы Ленфильм түсірген алғашқы қазақ дыбыстық фильм Амангелді болды. Қорытындылай келе 1920-1930 жылдар Қазақстан мәдениетінің тарихында қиын кезең болғанына атап өткім келеді. Өйткені білім мен ғылымда жетістіктермен қатар әдебиетте де, өнерде де теріс салдар болды. Енді елдің мәдени құрылысының оң және теріс жақтарын қарастырайық. Мәдени құрылысының оң жақтағы аспектілер. Біріншісі, сауаттылықтың жоғары деңгейі. Екіншісі, жалпыға міндет бастауыш білім орнату. Үшіншісі, кәсіптік білім беру жүйесін қалыптастыру. Төртіншісі, зиялылардың жаңа отрядтарын қалыптасуы. Бесіншісі, мәдени ошақтарын құру. Мәдени құрылысын теріс жақтарын аспектілері. Біріншісі, терроризм және ұлттық зиялыларын құрту. Екіншісі, халықтар мәдениетін тоталитарлық идеологияндыру. Үшіншісі, ұлттық мәдениет түсінігін болмауы және оның халықаралық мәдениет ұғымымен алмастыру. 1920 жылдардан бастап КСРО-да қалыптасқан тоталитарлық жүйеден бас тартпағанда Қазақстан мәдениетін дамытуда әлқайда көп жетістіктерге жетуге болар еді. Бұл ұлттық мәдениеттердің дамуын және социалистік реализмнің идеологиялық стереотиптеріне сәйкес келуіне мүмкіндік бермеді. Қазақ тілін, өнерін, ұлттық салт дәстүрін дамытуды жақтаушылардың бәрін репрессияға ұшырады. Мыңдаған белгілі қазақ мәдениетінің қайраткерлері, өнердің, әдебиеттің, ғылыми және шығармашылық зиялылар сталиндік қуғын-сүргінге құрбаны болды. Олар халық жауы немесе шетелдік барлау тыншылар деп аталып кетті. Neve Berkut,
Свободная птица, в небе солнце, над степью ковыляй. И хочу я земле в пояс поклониться, той земле, на которой довелось мне родиться. И хочу я земле в пояс поклониться, той земле, на которой довелось мне родиться.